Даже білесіздер ма, мамам бұрында маған көп ұрсатын. Ой, сен деп маған бүйтетін ғой. Носки ки аяғыңа деп көп ұрсатын да. Мен вообще кішкентай кезінен ыстығым тасып жүреді. Сонда айтатынмын, ой, мам, мен носки киюге уақытым жоқ деп ше. Мама сол кезде қалай уақытым жоқ деп ұрсатын. И сосын бір нәрселерді тазалап жумаймын, тез өтірік істей салатын едім да. Сол кезде қатты ұрсатын, сен қалай ертең келін боласың, не мынау салақтық деп. Сол кезде мен айтатынмын, мен ондай нәрселер істемеймін, ертең маған істейтін адам болады деп. И шын мәнінде осы қасиеттер мамам маған, ойбай, сен неме ужас, бұлай істеме қыз деген, бұл салақтық қызға жараспайды деген нәрсесінің барлығын мен өзіме қабылдамадым да. Мен сол кезден как будто я внутренне понимала то, что мне не нравится заниматься этими вещами. Это нормально. И ол мен самооценкама ұрып тастаған жоқ та, мен салақпын деп бүйтіп өскен жоқпын да, скованный болып. Я шын мәнінде ол нәрсені істеген ұнамайды маған. И мен уақыт өте келе ол нәрсенің бәрін делегировать ете бастадым. Қазірдің өзіне менің үйде тамақ істейтін тәтем бар, поварым, клинингім бар, үйімді жинайтын. Мен даже үтік баспаймын киімдеріме вообще. Міне. А в идеале я теперь стремлюсь, мен өзімнің үйім бар, и мен үйімде бірге тұрады. Повар да, көмекші де. Мен носкиімді шешіп тастап кетсем, артымнан сразу жинап алады. Міне. Я теперь стремлюсь к этому.